Бірақ біздің білетініміз, бауырлар, біз намаз оқуымыз керек, Аллаға бағынуымыз керек. Ал жалқау адамды ғалымдарымыз былай дейді, жалқауларды: өмір бақи жалқау дұрыс емес дейді. Дұрыс емес дейді. Яғни оқимын дейді да, жалқау да, ол дұрыс емес дейді. Ол шайтанның құлы болып қалды ол дейді. Оны ертең шайтан оңға да солға да бұрып кетеді ол дейді. Ол дұрыс емес дейді. Жалқау деп кімді айтады? Намазын оқыңқырап оқи алмай жүріп, оқыңқырап оқи алмай жүреді. Кейбір халық айтады, бейнамаздан кейнамаз жаман дейді. Бекер айтады. Мен оған қосылмаймын мен. Бейнамаз жаман ол. Кейнамаз жақсы одан гөр. Анда-санда оқыса да ше, сол жақсы. Анда-санда оқыса да. Оған дәлел айтам. Бір күні имам Ахмад, рахматулла алейх, имам Ахмад деген үлкен ғалым кісі болған. Ахмад ибн Ханбал. Бір күн ол имам кісі ғой енді. Жұртқа уағыз айтады, мешітте имам екен. Сөйтсе сол ауылдың шетінде бір қарақшы адам тұрады екен. Бір бау кеспе екен. Сондай бір нашар адам екен. Жұрттың бәрі жек көреді оны. Сондай жаман әдеті болса да ше, о кісінің бір жақсы әдеті бар екен, намаз оқиды екен. Қарақшы, залым, мешітке келіп намаз оқиды дейді. Соны имам ғой енді бәрі жақтырмайды екен, ұнатпайды екен ана кісіні. Мешітке келсе, дейді, сен оқыған намазың не, мына істеген ісің не дейді. Қойсайшы мынаны. Екеуін біреуін ұста дейді екен. Жұрт бәрі сөйтіп айтады ғой. Сөйтсе, имеке қоя беріңізші дейді екен. Қоймайды екен, намазын оқи береді екен бәрі. Бірақ қарақшылығы қарақшы ол, бәрі бір залым ол. Сонда имам айтады, күндердің күні келіп, бір күндер келіп, мен қажылыққа бардым дейді. Кағбаны айналып жүрсем, Кағбаның пердесінен бір адам жабысып тұрып, өкіріп жылап жатыр дейді. Ей, Аллай, Аллай деп жабысып, күнәмді кешірші деп өкіріп жатыр дейді. Бір дауысы ұқсайды дейді. Мен бір қайдан көрдім мен дауыс деп, сыртынан бүйтіп шыранытып өтіп кеткен ғой енді. 7 рет айналып болған соң, тауафты бітіріп, дұрыстап көреш деп барса, баяғы қарақшы дейді. Депті, бұл Алланың бір есігін жаппады депті. Бәр есігін жапса да, бір есігін ашып қойды Алла Құдайды. Қалған есіктің бәрін Алла өзі ашып берді ғой депті. Бауырлар, намаз ол Алланың алдындағы сіздің есігіңіз. Оны жаппаңыз, ашып қойыңыз оны. Содан сіздің үйіңізге береке де кіреді, жүрегіңізге мереке де кіреді, бақытыңызды да сұрап аласыз. Намаздан Алла Құдай сізді айырмасын, бауырлар. Сол үшін айтатыным, анда-санда болса да бастаңызшы. Сосын иншалла жүрегіңіз таза болса, қалғанын өзі Алла Құдай иіп алып келеді өзі.